айтады, о, достар, келгендерің қандай жақсы болды дейді. Бұл менің досым Кеннет. Ол біраз көңіл күйсіз отыр. Себебі мен оның лолипопын жеп қойдым дейді. Ол дәмді көрінген соншалықты мен оны жемей тұра алмадым. Мен оның басқа біреудікі екенін білмедім ғой деп пингвин екеуіңе айтып жатыр. Мен сендерге бір ақыл айтайын. Ешқашан басқа біреудің ойыншығын, затын рұқсатсыз алуға болмайды дейді. Егер олардың затын рұқсатсыз алатын болсаң, олар оған ашуланады дейді. Көрдің бе, мынау ашуланып тұр. Менің лолипопымды жеп қойдың деп анаған ашуланып тұр, иә? Мен өзінің қате істегенін түсініп, досының көңілін ауламақшы болады. Сөйтіп досын құшақтайды, оған онымен қалжыңдайды, оған кешірім сұрап хат та жазады, бірақ ешқайсысына I'm sorry сөйледі, иә. Сөйтіп оған досына хат жазды, бірақ ешқайсысы көмектеспеді. Досы әлі де ашулы еді. Содан кейін мынау пингвин айтып жатыр, менде бір керемет ой бар дейді. Мына досымның көңілін аулауына маған көмектесесің ба дейді. Көмектесесіңдер ме, рас ол? Иә ма? Ондай болса қазір айтамыз. Razzle dazzle lollipop де. Көзің нақсап. Қарасын, әлі де ашуланып тұр, иә, анау. Емен сен сөйле, razzle dazzle lollipop. Сөйткенде мына досы қара, әлі де ашуланып тұр. Ештеңе көмектеспей жатыр ғой, не істеймін, досымның көңілін қалай аулаймын дейді. Сөйтіп, тағы да досымды күлдірем деп, досын күлдіру үшін қызық әрекеттер жазып жатқан кезде, ол қара, суға құлап кетті. Сосын кейін судың ішінде не көрді? Үлкен дәу лолипоп көрді, иә? Мынан алуға бола ма? Алсын ба? Емен бұл лолипоп алсын ба? Жарайды, алсын, иә, бірақ алдында айтты ғой, біреудің затын рұқсатсыз алуға болмайды деді ғой. Мынан алуға бола ма? Ала берейік па? Жарайды. Жарайды, сөйтіп, мынау лолипопты алып досына берді. Сөйткенде досы қуанып кетті. Сөйтіп екеуі лолипопты күшті жеп жатыр. Досына берді, досы дәм деп отырып. Досы лолипопты жеп жатыр. Мынау айтады, оның қалай ана жерге судың астында тап болғанын мен білмеймін. Ешкімдікі емес сияқты деп, сосын мен саған алып келдім дейді. It was just lying there, waiting for me to... Мынау айтып жатыр. Оны ұнатқаныңа мен қуаныштымын дейді. Ол өте дәмді көрінді дейді. Сосын кейін ол ана жерде ол теңіздің түбінде, судың түбінде жатқан еді. Мені кеп біреу алсын деп судың түбінде жатқан дейді. Сондықтан мен оны барып ала салдым дейді. Сөйткенде қара. Бұл лолипоптың иесі жоқ екеніне сенімдімін дейді. Бұл лолипоп ешкімдікі емес екеніне сенімдімін дейді. Сөйткенде лолипоп кімдікі екен? Ол не? Whale, иә? Okra. Иә, орка мед. Иә, окраның лолипоп екен. Енді не болады? Иә, өте ашуланды. Бұл енді ашуланатын шығар, енді не істейміз? Çünkü onu yapamıyor. Иә, оның лолипопын рұқсатсыз алып алыпты. Сөйткенде қара, енді мынау ашуланып жатыр. Иә, бұл оны күлдіру үшін жаңағы razzle dazzle деген ойнап жатыр онымен, иә.